Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге керемет көңіл күймен кіріп отырмын. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Бүгінгі бізде тақырып болады өз-өзіңе рұқсат беру және өзіңді таңдау. Бұрын мен осы сөздерді естіген кезде түсінбейтінмін да, қалай ол, өзіңді таңдау деген қалай ол, қалай адам өзін таңдайды, иә? Сол кездері көп жаңағыдай сұрақтарға жауап іздеп жүретінмін. Енді Аксиске келгелі мен 4 жылдай болып қалды, иә. Сол 4 жыл бұрын естіген сөзімді қазір мен мысалға өзіңді таңда десе мен уже түсінемін да. Ал көп адамдар бірінші мысалға бірдеңені бастайтын кезде болмаса жаңағыдай бір дүниесі болмай жатқан кезде мен айтамын сразу өзіңді таңда деймін. Себебі неге? Мысалға сіз бір нәрсені сатып алғыңыз келіп тұр, иә? Қатты алғыңыз келіп тұр. Сол нәрсені алу үшін сізде өзіңізде позволение болу керек, яғни өз-өзіңізге рұқсат болу керек бірінші, иә? Рұқсат етуіңіз керек, яғни ана затты алуға сіз өзіңізге рұқсат беруіңіз керек. Сосын барып өзіңізді таңдауыңыз керек тағы да. Иә, ол екеуі бірге жүреді былай айтқанда. Егер сіз бірінші орынға өзіңізді қоймасаңыз, мысалға бірінші орында мен күйеуімнің желаниесін орындаймын, болмаса мен бірінші орында мамамның желаниесін орындайын, болмаса жаңағы бірінші бала шағамның желаниесін орындайын, сосын барып мен өзім дейтін болсаңыз, ол кезде сізді жаратқан Алла тағала айтады, яғни сен өзіңді қайда қалдырдың сонда? Өмірді саған Алла тағала саған берді ғой, иә, саған берді. Ал сен барасың да бірінші басқа біреулерді қоясың да. Оны біз не үшін жасаймыз? Мысалға бізде мынандай ой болады. Біз егер алдымыздағы адамға, иә, мысалға күйеуіңізге, әкеңізге, мамаңызға, олардың ойынан шығып, көңілінен шықсам, мен оларға ұнаймын, олар мені жақсы көреді деген ой болады. Яғни біз оларға жаңағы ұнау үшін, иә, олар бізді жақсы көру үшін істейміз да. Біз бірінші өзімізден бастауымыз керек. Егер біз өзімізді жақсы көрсек, біз өзімізді қабылдай алсақ, қалай бар, солай бар, иә. Қалай Құдай жаратты бізді солай қабылдай алсақ, өзімізге жаңағы құрметіміз жоғары болатын болса, өзімізді сыйлай алсақ, ол автоматически сіздің жаныңыздағы адам ол сізді сыйлайды, сізді құрметтейді. Сіздің ішіңізде қандай қандай күй болады, иә? Қандай күйде боласыз? Сіз егер өзіңіз бағалай алмай тұрсаңыз, өзіңізді толыққанды не істейтініңізді білмей тұрсаңыз, ана алдыңыздағы адам ол сезеді оны да, ол адам энергетически, иә, мысалға на энергетическом уровне адам оны сезеді. И сөйтеді да, сізді уже ана алдыңыздағы адам мысалға не үшін жаңағы әйелдерін күйеулері ұрады, иә, мысалға. Болмаса не үшін үнемі жаңағы қызы шешесімен тіл табыспай жүреді, болмаса жаңағы әкесі қызымен тіл табыспай жүреді. Себебі ол, яғни сіз, мысалға, сізге отношение қандай болып тұр ана адамда, значит, сіздің өзіңізге деген отношениеңіз сондай болып тұр да. Яғни низкая самооценка, бұл жерде өз-өзіңді бағаламау, содан кейін ана адам сізге соны көрсетеді, былай айтқанда, иә. Яғни бұл жерде Аксисті оқитын кезде ең бірінші күні біз осы таңдауды үйретеміз. Біз әдетте бір нәрсені хочу деп көп айтамыз, иә, ананы хочу, мынаны хочу деп. Бірақ ол хочу ешқандай жаңағы действиесі болмай қалады да, яғни іс-әрекеті болмай қалады. Хочу-мен қалып кетеді. Сіз сол хочуыңызды жазыңыз да, мысалға, иә, нені қалайсыз конкретно, иә. Біздер анау көбінесе әйел адамдар көп нәрсені ананы да қалаймын, мынаны да қалаймын, мынаны да қалаймын дейді екен да, бірақ оны мысалға Алла тағала түсінбей қалады екен. Сен конкретно нені қалап тұрсың? Қазір да, дәл қазір саған қатты нені қалап тұрсың, соны бірінші анықтап алшы дейді.
сосын барып сен жайлап ананы мынаны жасай бересің, иә. Негізі армандаған жақсы, иә, армандаған жақсы. Армандаған адам хочу деп айтады мысалға. Ой, я жаңағы Дубайға барғым келеді, или Таиландқа барғым келеді, или там Мальдивы аралына барғым келеді деп, я хочу Мальдивы деп айтамыз ғой. Бірақ сол арманға жету үшін біз мақсат қоюымыз керек та, мақсат қоюымыз керек. Ол әшейін былай арман болып қалмау керек. И бізде сол көп я хочу там жить роскошно, или я хочу жить в достатке деп мысалға сөйтіп айтамыз ғой. Сол хочумыз бізде акцисте айтады, яғни какой-то бір неопределенный нәрсе ол, неопределенный бір дүние, или болмаса я хочу деген сайын ол нәрсе менде жоқ деп сіз жаңағы вселенныйға солай өзіңізде сондай нәрсенің жоқ екендігін айта береді екенсіз да. И сөйтеді да бұл жерде, яғни мен таңдаймын, яғни бұл таңдау негізі точка қою да. Мысалға біз не істейміз? Біз мамандық таңдаймыз, иә. Мен мысалға айтпаймын ғой, мен там мына мамандықты оқығым келеді дейсің ғой, бірақ сен оны таңдайсың. Мамандық таңдайсың и жар таңдайсың, иә. Сол осы екі нәрсені адам өмірде қателеспесе, ол значит бақытты адамның бірі, иә. Мамандық таңдаудан қателеспесең, сен өзіңнің сүйікті ісіңді тапсаң, онда сен дүниедегі ең бақытты адамсың. Және де жарыңды, иә, өзіңнің болашақ жарыңды дұрыс, өзіңнің ішкі дүниеңмен сәйкес келетін адамды таңдап қосылған болсаң, онда сен өмірде бала шағаңмен бақытты боласың, иә. Яғни біз таңдау жасап тұрмыз. Таңдау дегеніңіз ол нақты нәрсе да, нақты. Сіз жаңағы әшейін я хочу деп шықпадыңыз ғой, мысалы я хочу замуж деп бүйтіп шыға салмайсыз ғой. Жаңағы әшейін бүйтіп мен күйеуге шыққым келіп тұр деп кез келген адамды көшеден көріп күйеуге шыға салмайсыз ғой. Тура сол сияқты бұл жерде де сіз конкретно таңдау жасау керексіз. Өзіңізден бастайсыз бірінші. Мен өзімді таңдаймын. Мен әдемі өмірді таңдаймын. Мен жаңағы денімнің сау болғанын таңдаймын. Мен әдемілікті таңдаймын, иә, әдемі жерде жүргенді таңдаймын. Мен жаңағы жылына 2 рет шетелге барып шығып келуді таңдаймын. Тағы не? Менің жаңағы карточкамда үнемі 200 мың, 500 мың теңге болғанын таңдаймын. Или там менің жаңағы қасындағы жарым үнемі маған сыйлық сыйлап тұрғанын таңдаймын. Яғни хочу дегеннің орнына сіз таңдайсыз, яғни таңдауды қосасыз. Осы арқылы сізге, яғни сіз өзіңізді таңдаған кезде, мына біз сіздің денеңізде уже жаңағы жауап бере бастайды. Мынау өзін таңдап отыр ғой, өзіне көңіл бөле бастапты ғой деп сөйтіп, бұл яғни біздің денеміз, біз бұл денеге кейде қарыз болып та қаламыз, иә, дененің ақысын өте дейді ғой. Қолыңыз, көзіңіз көріп тұр, құлағыңыз естіп тұр, аузыңыз сөйлеп тұр, яғни осының барлығының өзінің жаңағы несі болады, ақысы болады, иә. Сол кезде мына дене де рахаттанады екен. Сіз өзіңізді таңдаған кезде, мынау өзіне көңіл бөле бастады. Значит, ол бүгіннен бастап өз-өзімен жұмыс жасайды енді. Жаңағы өзіне керегін өзі алады бірінші деген сияқты, иә. Яғни таңдауды түсініңіздер, иә. Осылай, яғни біз таңдауды, яғни хочу деген сөздеріңіз болса, таңдауға алмастырайық, иә. Бүгіннен бастап сіз өзіңіздің хотелкаларыңызды жазыңыз. Не хочу деп жүрдіңіз бұған дейін, иә. Соның барлығын мен таңдаймын. Яғни таңдауға алмастырыңыз. Ең бірінші өзіңізден бастаңызшы. Мен өзімді таңдаймын деп просто. Жай ғана сіз өзіңізді таңдау арқылы сіз басқа нәрсенің барлығы өзіңізге келеді, өзі жан-жағыңызға келеді. Себебі менде бір әйел болды, мен бір пример айтып кетейін. Клиент болды. Басында маған тек қана сеансқа келіп жүрді, алып жүрді. Келген сайын бірақ күйеуі туралы айтады. Күйеуі онкологиямен ауырады. Сөйтіп соған қарайды, еще баласымен конфликт бар еще.
соларды айта береді. Короче, барлық проблемасы сол оның. Бүткіл проблемасы сол. Анау мен сеанс жасап жатқан кезде ұйықтамайды да, ұйықтай алмайды. Бәрін ананы айта береді. И сөйтіп бір күні мен айттым, сіз вообще әңгімесінен қарап отырсаңыз, ана жерде өзі туралы ештеңе жоқ та, өзі туралы вообще қозғамайды да, ешқандай бір, білмеймін, жаңағы существовать етпейді. И сол кезде ана әйелге мен сосын айттым, сіз вообще өзіңіз қайдасыз дедім да, өзіңіз барсыз ба бұлардың арасында дедім да. Потому что бірінші күйеуінің жағдайын жасайды екен, күйеуінің жаңағы ауруын айта береді, оған қараймын, бүйтем, ана балам сөйтеді, ол сөйтеді, бүйтеді. Короче, солардың несімен жүреді екен да, өзін вообще ұмытып кеткен да, вообще өзін жаңағы сторону дейді ғой, шетке сырт тастаған да, былай айтқанда. И сөйтіп мен айтамын, сіз өзіңізді таңдаңызшы деймін да, мен өзімді таңдаймын деңізші. Енді сеанс жасап жатқанда көп сөйлей берсе де адам тынышталмайды ғой, сосын мен ананы тынышталдырайын дедім да, сөйтіп мен айттым, мен өзімді таңдаймын деп просто айтыңызшы дедім. И қалай айтты ана кісі, бірден ұйқыға кетті ғой, сразу бірден ұйықтап кетті. Просто бізге сол сөзді айтудың өзі де кейде қиын болып жатады. Просто мен өзімді таңдаймын деп айтудың өзі адамның аузы бармай жатады. Сондықтан өздеріңізді таңдаңыздар бірінші, иә. Енді кеттік ары қарай. Енді позволение дейміз, иә, өз-өзіңе рұқсат беру. Позволение деген қалай? Позволение ол просто біреуден комплимент қабылдай алу. Просто біреуден жаңа сыйлықты ала алу. Мысалға біреу сізге тосыннан біреу сыйлық беріп жатса, ой, неге әуре болдың, керек емес еді ғой деп айтпаңыздар, иә, өтініш. Олай айтпаңыздар. Берді ма, подарканы беріп жатыр ма, сыйлықты беріп жатыр ма, қуанып, ана адамға қуанышыңызды білдіріп, қандай керемет, мен қабылдаймын, рахмет саған, көп рахмет, алғыс деп, сондай алғысыңызды білдірсеңіз, ол да қуанады, ана адам, алған адам, иә. И жаңағы сіздің өзіңізде де, ішкі мынау денеңізде де қуанышпен алғаннан кейін, ол подарка тағы да келе береді, иә. И позволениеде болу негізі біз көбінесе ақшада мысалға, иә, көп әйел, енді маған көп әйелдер келеді ғой, енді основном әйелдерде сол позволение болмай жатады. Жаңағы менде неге мысалға айтады да, мен осыншама тапқым келеді, бірақ таба алмаймын дейді да. Сол біздің позволениеміз көп ақша табуымыздың да өзі жаңағыдай мелочтардан білінеді. Сіз егер тосыннан келген сыйды қабылдай алмасаңыз, тосыннан келген бір жаңағыдай комплиментті қабылдай алмасаңыз, иә, мысалға бүгін бір әдемі құлпырып, өзіңізді күшті сезініп, әдемі болып боянып алдыңыз, иә, киімді киіп алдыңыз, сөйтіп көшеге кетіп бара жатсаңыз, біреу қандай әдемісіз деп айтса, о, қойыңызшы деп сөйтіп айтамыз ғой, біз солай бір жаңағы майысып, не дейді, ұялғансып сөйтеміз да. Енді негізі олай жасамау керек. Барынша рахмет, иә, мен соған лайықтымын деп, яғни өзіңізді сол комплиментке лайықты ретінде қабылдауыңыз керек. Сондай нәрселерден басталады негізі позволение, да. Позволение, егер сіз өзіңізге солай рұқсат бермесеңіз, рұқсат етпесеңіз, мысалға да жолдасыңыз делікші, иә, жолдасыңыз сізге аяқ астынан жаңа жылға 100.000 теңге берді, иә. Сосын кейбір әйелдерде болады, бұрын менде де болған. Ей, нағыласың, өзіңе керек қой, маған бермей-ақ қой, өзіңе жетпей қалмай ма деген сияқты сондай әңгіме айтатынмын да. Қарап тұрсам, сіз ол егер оның беріп тұрған сіз қабылдай алмасаңыз, келесіде ол все уже бермейді ол. Сен өткенде сөйтіп айтып едің ғой деп, ол беріп тұрған кезде ақша берсе, значит, сіз қуанып, о, рахмет, жаным деп сөйтіп ризашылықпен қабылдауыңыз керек та. Мысалға обычный да, күнделікті мысалға егер жолдасыңыз үйге тамақ әкеледі, продукт әкеледі, или там жолдасыңыз жоқ, балаңыз болатын болса, балаңыз сізге подарка беріп жатса, сізге үйге әйтеуір продукт әкеліп жатса, мә, қандай күшті, мен ойымдағын алдым ғой, бүгін соны ойлап тұр едім деп, солай жаңағы өзіңіздің
неңізді білдірсеңіз, ниетіңізді, ілтипатыңызды білдірсеңіз, ол адам келесі тағы да келгісі келіп тұрады. Яғни ана адам сізге деген сіздің күлкіңізді, сіздің қуанғаныңызды көргісі келеді да, и сөйтеді да ол сізге әкеле береді. Сондықтан бұл жерде өз өзіңе рұқсат беру дегенде біз көп нәрсені рұқсат бермейміз. Мысалға жаңағы инстаграмда қарап отырамыз ғой, біреудің өмірін қарап отырамыз, біреудің жаңағы машина алғанын қараймыз, біреудің жаңағы үй алғанын қараймыз. Сол кезде біз кішкене андай бүйтіп қызғанышпен қарайтындар болады. Елдер осы қалай жетеді екен осындайға, не жеп осы пысық болады екен елдер деген сияқты, сондай бір іште бір іштарлық болатын болса, уже сізде позволение жабылып қалады да. Ал егер сіз сол адамның қуанышына қуанып, бізге де жұғысты болсын, мә қалай алдың, сен қалай алдың, оның жолдары бар ма алатын деген сияқты, солай оған қуанып, оған өзіңіздің ризашылығыңызды білдірсеңіз, уже сізде сол қуаныш сезім, сіз сезінесіз, эмоциямен адам сақталады, дене сақтап қалады өзіне. Эмоциямен адам қабылдаған кезде, қуанған кезде кәдімгідей секіріп қуаныңыз да, мә күшті, мен сен үшін қатты қуаныштымын, маған да жұғысты болсын деп шын көңіліңізбен, шын ниетіңізбен қуансаңыз ана адамның алып жатқан дүниесіне, сол кезде ол сізге де келеді. Ал егер бүйтіп жаңағы қалай алды екен бұл, не істеп алды екен, видимо бірдеңе жаңағы бүлдірген шығар деген сияқты сондай бір жаман ойлар кетсе, уже сізде позволение де жабылады, уже сізге ол нәрсе келмейді да. Яғни өзіңіздің жолыңызды өзіңіз жабасыз, былай айтқанда. Біреудің қуанышына қуана білу, ол да бір адамның қасиеті, адамның бір күшті қасиеті. Сондықтан егер де позволение сізде болмай жүрсе, мысалға, я позволяю себе роскошную жизнь, я позволяю себе каждый день риксоста тамақтанғым, өзіме рұқсат беремін десеңіз, или я позволяю себе машину, өзіңіздің арманыңызға қалаған позволение де болғыңыз келсе, менде күшті әдемі медитация бар жасайтын. Ол медитацияны мен уже біраз болды жасап жүргеніме, кәдімгідей күшті көмектеседі. Егер қажет болса, маған осы жерге комментарийге қалдырыңыздар, номерлеріңізді қалдырыңыздар. Сол номерге мен өзім хабарласып, сіздерге телеграм арқылы жіберетін боламын. Мен де өзім нөмірімді қалдырам, маған жазыңыздар, болмаса, маған шығып, осындай медитация берем деп едіңіз десеңіздер, мен беремін. Тек атын айтыңыздар, менде медитацияның түрі көп. Сондықтан я позволяю себе деген медитацияны сіздерге сыйлық ретінде беретін боламын. Келесі кездескенше сау болып тұрыңыздар. Келесі тақырып біздерде өте мықты тақырыптар болады. Күтіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.